Халықтың көп әлі күнге дейін ненің адал, ненің арам екенін, ненің күнә, ненің сауап екенін мүлдем білмейді екен. Қандай күнәға батқанын сезбей, жесір әйелге барып қайтқанын, сауабын алып қайттым деп мақтанып жүрген дүмшелер де көп арамызда. Шошқаның саласымен ет араласқан нәрсені құшырлана жейтін аурудан да айыға алмай келе жатырмыз. Не жесең, соған тартасың деген сөз бар еді ғой. Мүмкін халқымыздың болмысы бұзылып, жаман жолға түсіп кеткенінде осыдан шығар, кім біледі. Бір супермаркетте шошқаның еті мен қазы қартаны бірге қойыпты. Екеуі бір-бірімен араласып жатыр. Қалай мәңгүрттеніп кеткенбіз, әйтпесе жылқы деген текті жануар еді ғой, судың да тұнығын барып ішетін. Шошқаның етімен қатар тұрғаннан кейін онда қандай қасиет қалады, айтыңыздаршы. Сонымен шошқаның етіне неге жолауға болмайтынын бірнеше себебін айтып өтемін. Біліп жүріңіздер, шошқаның еті мен адам еті идентичны, яғни бірдей. Шошқаның етінен 40-қа жуық жазылмайтын ауру жұғады. Дұрыстап дәрет шошқаның етінен 40-қа жуық жазылмайтын ауру жұғады. Дұрыстап дәрет сындыра алмайды шошқа. Сұйық дәреті теріс арқылы шығады көбіне. Арам дейтіні содан. Өз анасына шабатын қасиетсіз хайуан. Өз баласын жеп қояды. Тамақ талғамайды. Жыбырлаған, қыбырлаған жатқан нәрсе мен нәжіске дейін жейді. Жыныстық қатынаспен ләззат алу үшін айналысатын жалғыз хайуан. Осының өзі адамды шошыту керек. Үнемі шошқаның етін жеген адамның іші құрттап кетеді. Шошқаның етін жейтіндердің терісінен сасық иіс шығып тұрады. Көзіне көрінгеннің бәрін жейтіндіктен етінде паразиттер мен бактериялар көп. Шошқаны сойғанда да оны арам өлтіріп барып сояды. Балталап, талдырып, не жүрегіне пышақ сұғып барып қорс еткізе салады. Ондай етті қазақ өліксе дейді. Шошқаның етін жеген адамның тәні тазарғанша дұғасы қабыл болмайды. Шошқа басқан жерде намаз оқи алмайсың. Шошқаның еті бар үйге ит ұстайтын пәтерге періште кірмейді. Жаңа ереже бойынша қойдың өзіне 4 ақ мың теңге беріледі. Ең көп ақшаны